Қыздар, үйлеріңізде ескіріп, кірлеп кеткен, тастауға дайындап қойған, немесе кірін кетіре алмай жүрген ыдыстарыңыз болса, осы видеоның соңына дейін көріңіздер. Мысалы, мына шәугімді мен тастаймын деп дайындап қойғам. Енді тастамайтын болдым, себебі жап-жаңа болып шыға келді. Оның себебі отандық ешқандай химикатсыз өнім, таза деп аталады екен. Мен Инстаграмнан көріп, тапсырыс беріп алдырттым. Яғни тегешке қайнаған суға бір қасық осы порошок салдым, шәугімді салып қойдым. 5 минуттан қараңыздаршы, губкамен жуып қалсам, кірі деген бірден кетіп жатыр ғой. Ешқандай күшімді де салған жоқпын. Яғни шәугімім жап-жаңа болып шыға келді. Содан кейін осы порошок салған бір суға мен қаншама ыдысымды жуып алдым. Мына жақтан мультиваркамның қақпағында жуып алдым. Мультиваркам өзі де күнде каша пісіріп қолданғандықтан кір болып кеткен, жап-жаңа қылып жуып алдым. Яғни осы бір сумен тап-таза етіп жуып берді ғой маған. Басқа да ыдыстарыңыз болса, үйде жаңа қарайып кеткен қасықтарыңыз, тұрып қалған ыдыстарыңыз болса, осылай жуып аласыздар. Мысалы, мен мына жақтағы ыдысымды қараңыздаршы, қандай дейін кейін тап-таза болып шықты. Және де бұл порошок универсальный екен, киімдерді де жууға арналған. Мысалы, мен қызымның мектепке киетін рубашкасын жағасы кірлеп кеткен, футболкасы кірлеп кеткен болады. Мына жақта қараңыздар, дақтары бар. Мен қайнаған суға салып қойдым, 2 қасық порошок салып, 15 минуттан кейін қарасам, кірінің барлығы кетіп, жаңағы киім жанарып кеткен ғой, яғни түсі де ашық болып кеткен. Қараңыздаршы, әрине сініп қалған жаңа дақтары бар киімдер болса, арнайы тазаның өзінің кір сабыны да бар екен. Кір сабынды жағып, жақсылап жуып, кір машинеге саласыздар да, порошоктың жаңағы бір қасығын салып 90 градуста жуып аласыздар. Яғни киімдеріңіз жап-жаңа болып шыға келеді. Бұл өнімнің аты таза деп аталады. Отандық өнім, ешқандай химикатсыз. Алып көріңіздер.